Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен номер 3 Кеген орта мектеп лицейінің химия пәнінің мұғалімі Тастеева Назым Советбекқызы. Менің сіздерге ұсынғалы отырған педагогикалық идеямның тақырыбы химия пәнін құзыреттілікке бағыттап оқытуда заманауи инновациялық әдістер мен мультимедиалық технологияларды қолдану. Мақсатым химия пәнін құзыреттілікке бағыттап оқыту арқылы инновациялық әдістер мен оқушылардың сабақтағы белсенділіктерін арттыру, білімнің деңгейін, сапасын жоғарылату, мультимедиалық технологиялармен жұмыс жасап үйрету. Міндеттері: ақпараттарды өз бетімен табуға, іріктеп, талдау жасауға, қайта құруға, сақтауға, түрлендіруге және тасымалдауға, оның ішінде қазіргі заманғы инновациялық әдістерді мультимедиалық технологиялардың көмегімен жүзеге асыруға үйрету. Идеяның зерттеу нысаны сынама сабақ, теориялық сабақ, практикалық сабақ. Күтілетін нәтиже: оқу процесінде игерілген білім мен білікті практикада және күнделікті өмірде қолдану. Оқушылардың өздеріне білім, білік, дағды, құзыреттіліктерін бағалау мүмкіндігін тудыру. Белсенді оқыту арқылы құзыреттіліктерге қол жеткізу. Идеяның жаңашылдығы: әмбебап тәсілдердің сабақта қолданылуы, инновациялық әдістерді пайдалану арқылы сабақты ұйымдастыру, оқушы мен мұғалім арасында пікір алмасу, мультимедиалық технологияларда жұмыс жасап үйрену. Идеяның практикалық құндылығы: оқудың теориясы мен практикасын айтып үйрену, практикалық сабақты ұйымдастыру. Оқыту әдісі құзыреттілікке бағыттап оқыту. Сынама сабақ: атомда электрондардың таралуы, энергетикалық деңгейлер. Шексіз онлайн тақта Мира арқылы жүргізіледі, оқушыларға сілтеме беріледі, сол сілтеме арқылы сабақты түсіндіріп, оқушылар тақтамен жұмыс жасай алады. Теориялық сабақ: отынның жануы, энергияның бөлінуі, жылу эффектісі. Guizis.com программасы арқылы сабақ барысында тест жұмыстарын алып, оқушылар тесттің нәтижесін көре алады және жеңімпаздарды анықтауға болады. Практикалық сабақ: көміртектің физикалық және химиялық қасиеттері. Көре интерактивті сабақтар конструкторы арқылы жүргізіледі, оқушыларға сілтеме беріледі, онлайн білім беру материалдарын жасап, оқушылармен бөлісуге болады, тапсырмалардың орындалуын қадағалап, оқыту нәтижелерін талдауға болады. Қорытынды: құзыреттілікке бағытталған сабақ өзара белсенді өткізіледі, заманауи инновациялық әдістер мен мультимедиалық технологиялар оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырады. Өз бетінше орындаған жұмыстардың нәтижесінде оқушылардың бойында пәндік құзыреттіліктер қалыптасады. Өзара белсенді оқыту оқушылардың бір-бірімен сұхбаттасып, пікір алмасуына әкеледі. Құзыреттілікке бағытталған оқу процесінде білім сапасы артады. Жаңашыл мұғалімнің құрылымдық мазмұндық моделі. Мен өзімді жаңашыл мұғаліммін деп санаймын. Себебі мен көшбасшымын, білікті педагогпын, акты құзыреттілігім жоғары, интеллигентпін, тәуекелшілмін, психологпын, әмбебаппын. Назарларыңызға рахмет.